Сәлем достар, бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын таңғы асты даярлайтын боламыз. Омлет с сосиской. Бізге 5 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаларды жақсылап тұрып араластырамыз. Қажетінше бізге тұз саламыз. Тұз салып болған соң тағы да араластырамыз. Бізге жарты стақан сүт қажет болады. Оны да біртіндеп құйып, одан кейін араластырып, біркелкі массаға келтіреміз. Жақсылап араластырыңыздар. Одан кейін бұл массаны қызып тұрған табаға құямыз. Жұмыртқаның асты жағынан қуырып, енді келесі бетінде қуырып аламыз. Жұмыртқамыз дайын болды. Келесі кезек сосискада. Қызып тұрған табаға сосискаларымызды саламыз. Сосискаларды әдемілеп ерекше болу үшін жан-жағын кесіп қойсақ болады. Сосискалардың екі бетінде қызартып, әдемілеп қуырамыз. Қуырылған сосискалар ерекше дәм береді. Асымыз дайын болды. Сәнді болу үшін помидор, огурцы кессеңіздер болады. Сіздермен бірге сандуғаш.